Тәубе, балам, сондағы айтқан сөзіме әлі шын өкінем. Қолында билігі бар адамды ақша жолдан тез тайдырады екен. Ол кезде мен өте күшті едім, байдың бәйбішесіндей сөзімде өткір. Өзімнің келіндеріме ғана емес, ағайын туыс, көрші қолаңның келіндеріне де сөзім өтетін. Кіші ұлымның үйленетін кезі де келіп, қыз іздедік. Қолда қалатын келін болғасын көп сұрап, өзіміз білетін жерден алуға тырыстық. Қанша тырыссақ та, Алла тағала оның маңдайына әлдекімді жазып қойғанын қайдан білейін. Балам, біз тапқан қыздарды жақтырмай, кенже ұлымыз болғандықтан ақыры өзі тапқан қызға құда түсіп, сырға тақтық. Біздей бай болмаса да, құрметке лайық жандар екен құдаларымыз. Дастархан жайып, қолымыздан келгенше құрмет көрсетіп, той жасап, келінді үйге кіргіздік. Келінім өте батыл, әрі кішіпейіл, тым қарапайым екенін бірінші күннен ақ түсіндім. Бірақ мен қолымдағы келін аздап өршіл болса екен деп ойлағанмын. Себебі жолдасым екеуміз үйді де, дүниені де берік қолға тапсырғымыз келді. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп бекер айтылмаған, осы келін келгеннен кейін көп игі істер жасадық. Жолдасым келінге өте жақсы қарады, ол не істесе де ашуланбайды. Келін де, ата, ананы істейін бе, былай істеу керек пе? Деп әрдайым сұрап барып істейді. Сондай тамаша күндердің бірінде күтпеген оқиға болды. Үйден ақша жоғалып кетті, жаман қапа болдық, үйде артық ауыс адам жоқ. Біз, сосын ұлым мен келінім. Келіннің қолы сұғанақ болып шыққаны ма деп үнсіз қалдық. Бұрынғыдай жұмысын істеп жүр, сыр білдірмейді. Екінші рет жолдасымның қалтасынан тағы ақша жоғалды, енді мен қатты ашуланып, келінге тіл тигіздім. Ал ол, апа, не айтып тұрсыз, мен сізге түсінбедім, қандай ақша, мен ақша көрмедім деп көзіне жас алды. Мен сенбедім, жолдасым да менің сөзіме еріп бұрынғыдай келінге жақтаспай қойды. Біз өз бөлмемізді кілттеп жүретін болдық. Бағалы заттар мен ақшаны ашық қалдырмадық. Арада көп айлар өтті, үйден қомақты ақша тағы жоғалды. Енді не істейміз, кімнен көреміз, абдырап қалдық. Сол оқиғадан кейін көп ұзамай, ауылда бір кісілерге ірі қара мен қойымызды бақтырушы ек, солардан хабар жетті. Ұлыңыз бір топ қойды сатып, ақшасын алып кетті деген. Міне саған керек болса, не айтарымызды білмейміз. Үйдегі ақшаны да алып жүрген өз баламыз болып шықты. Байғұс келіннен көрдік, тіл тигіздік, соңғы күндері қатты ренжіген байғұс келін. Жолдасым екеуміз келіннің бөлмесіне 2 рет ақша қойып та көрдік. Бірде олардың бөлмесіндегі кілемнің астына ақша қойдық, келін үй жинап жүргенде тауып алды да, атасына мұнда ақша тұр ғой деп шығарып берді. Жолдасым екеуміз ләм-мим демей ақшаны алдық. Бұрын бір қойған ақша сол қойылған орында жата беретін. Қай жерде, қайда қалды деп ойлап та көрмеппіз. Неге, не жетпейді деп егіліп жыладым. Келінім де менімен бірге жылап жүр. Апа, Алла сіздің балаңызға иман, ынсап берсін. Адасқан шығар. Көп уайымдай бермеңіз деп мені айып жұбатып қояды. Ал ұлым ақшаны алған бойда жоқ боп кетеді. Ақыры бір күні үлкен ұлым келіп қалып, жағдайды біраз уақыттан соң анықтады. Жаман балаларға қосылып, құмар ойындарымен әлек болып жүр екен. Ақша десе ақша, киім десе киімі дайын, бәріне мен кінәлі болып шықтым. Жасым біразға жеткенде көрген балам ғой деп еркелететімін. Баланы дайын асқа тік қасық қылып үйрету дұрыс емес екен. Баланы жастайынан еңбекке баулу керек екен, ол өз тіршілігін әрі қарай өзі алып кету үшін. Арада бір жыл өтті, келінім ұл туды, жамандықты аздап ұмыттым, үйіміз нұрланғандай болды. Ұлды болған соң балам да өзгерер деп ойладық. Балам алғашында сүйіп алған жарына босанған соң қол көтеруді әдетке айналдырған. Келіннен мен талап етем, күйеуіңді қадағала, қайда бардың, кіммен барасың деп қатал болуың, үйден шығармауың керек деймін. Бейшара келін менен қорқып, күйеуінен сұраса, ол еркектігін істеп, сенің не шаруаң бар, сенен сұрап шығуың керек пе деп қол көтереді екен. Онысын кейін білдім. Кейде ұлым үйден шығып кеткеннен апталап келмей қалатын болды. Әр кеткенде уайымдап сарсаң боламыз, келінді де ойлаймыз. Бұл да біреудің баласы, өзі әлі жас деп іштей қынжыламыз. Ең бастысы, ұлым аман есен үйге келсе екен. Осылайша 4 жыл өмір сүрдік. Осы арада келін әбден жүдеп кетті. Сол түрімен күйеуінің таяғын талай рет жеді. Бірақ бір рет бізге де, ата-анасына да шағымданбады, ешқайда кетпеді. Үн шығармай тіршілігін істеп жүре берді.
Қазір ойлап қарасам, сол уақыттарда оны алдап сулап, жылы сөйлеп жүрсем бәрі басқаша болар ма еді. Ал мен ұлыма ренжісем, ашуымды келіннен алыппын. Сен қатал болмайсың ба, сен мындай болмайсың ба? Деп кейдім. Ақыры мұндай өмірге шыдай алмай кетіп қалды. 2 күннен кейін жолдасым екеуміз алып келуге бардық. Бірақ келінім бір сөзінен қайтпай тұрып алды. Маған разы болыңыздар, шыдамның да шегі бар, алтынмен аптасаңыздар да, енді ол есікке аттап баспаймын. Жаман елдер сияқты үйіме қашып, төркініме қайтып барған жоқпын. Сабырмен күттім, бірақ енді кеш деді. Баламды бермеймін дегенде ашуға бой алдырып қойдым. Бармасаң барма, бермесең берме. Өз балам ата-анасына жақсылық жасамағанда сенің балаң бізге жақсылық жасар ма еді деп ашуланып, орнымнан тұрдым да шығып кеттім. Жаратушы сөйлегенде абай бол деп ескерткені бекер емес, менен ірі сөйлеп, асықпа дегенге ұқсайды. Біз пенделер мәңгі өлместей боламыз, және бұл өмірде мәңгі қалатындай сөйлейміз ғой. Өмір өзі уақыты келгенде көресіңді көрсетіп, сабағын береді екен, қашан тәубеге келгеніңше азаптап жайыңа қоймайды екен. Арада 10 жыл өткенде кенже ұлым қайтыс болды, сол жаман жүрісінің кесірінен. Көп ұзамай қызым, 2 жылдан кейін үлкен ұлым қайтыс болды. Жолдасым екеуміз осыларды көрмей жер қойнына кірсек разы едік. Бірақ жаратушының таразысынан құтылу мүмкін емес екен. Осының бәріне жолдасымның жүрегі шыдай алмай, инсульт алып, бірнеше ай төсек тартып, ақыры өмірден озды. Сонда баяғы айтқаным басыма таспен ұрғандай тиді. Топырақ салу керек, немеремді шақырдым. Келінім немеремді алып келді. Өз балам қылмаған жақсылықты сенің балаң жасар ма еді деген сөзіме өкініп, тәубе қылдым. Осы істің бәрі сол айтқан сөзімнің кесірінен болды. Немерем қабір басына барып, атасына топырақ салды, бұл жақсылық әрине. Топырақ салуға тиісті әкесі де жер қойнында жатыр адамның іші күйіп, іштей сызданғаны ең ауыр жүк екен. Бір кездері аңдамай айтқан сөзімнің құнын осынша қымбатқа өтеймін деп ойламаппын әттең. Қартайғанда менікіне ұқсаған жағдайды ешкімнің басына бермесін деп тілеймін. Мына жасымда біз бақытты өмір сүреміз деген ем, бірақ күш кетіп, алдан қарттық күтіп тұрады екен. Жасында берсін бейнетті, қартайғанда берсін дәулетті деген сөз бекер айтылмаған екен. Келінім Құран оқытып, немеремді тастап кетті. Сен жалғызсың, қыздың балалары бәрібір сенікі емес, біраз уақыт жүре тұрсын деп. Шүкіршілік еттім, осы пейілі дархан, ақ көңілді келініммен дұрыс сыйласам, бұлай болмас па еді. Жаратқан біліп білмей жасаған қателерімізді, күнәмізді кешірсін. Деп кейуана басынан өткен оқиғаны айтып берді. Адам маңдайына қандай жазмыш жазылса да өзі себепкер болады екен. Үлкендер өмір, ұстаз деп бекер айтпаған екен. Қаншама адам тағдыр, өмір. Ұлдың жаманы талақ, етегіне жармасып жүреді. Ата-ананың тағдырына біткен тозақ, өліп құтылмасаң, өмірде құтыла алмайсың деп үлкендер біліп айтқан. Бала туғанда да Алладан иман, ынсап берсін деп тілеу керек екеніне көзім жетті. Ештеңе айта алмадым, жүрегім ауырып жылап тұрдым. Кімге қандай кәрілік берілетінін білмейміз. Алдағы күніміз не боларын ұмытпасақ екен деп ойланып кеттім. Жаратқан ием жастарға, бала-шаға, келіндерге иман берсін.